어디 가니? 찾아왔다. Қалайсыздар, қалай жағдайларыңыз? Біз бүгін Думан екеуміз Думанның қыстық каникулында нағашыларына, менің туған ауылыма, туған жерге нағыз қысты қарды көрсетемін. Көлдеріңмен ойнайсың деп Думанды елге алып бара жатырмын. 찾아왔어. 거기 가서 뭐 할 건데? 놀 거야. 놀 거야. 뭐 놀고 싶어? 아무거. Әрине барғаннан кейін нағашыларымыз күтіп алды жолдан. Дәл осылай асқанан самолеттің тамағын ішкенімізден үйдің тамағына жетпейді. Кім күтіп отыр, кім күтіп отыр, кім? Түсірем отырыңыздар. Шіркін кеш келсек те осылай ақ жарқын көңілдерін күтіп алған аға жеңгелерімізге рахмет. Әйтпесем түннің бір уақытында келгенбіз. Осы күнде құмар болып жүрміз. Мына естелік екен. Естелік қой ертең қалады ғой бәрі. Қашанда осылай көңілдеріңіз жарқын болғанына мың алғыс сіздерге. Осылай Алматыда қыдырып, енді Шымкентке кетіп бара жатырмыз. 여기 어때? 여기 비즈니스 클래스 좌석이랑 비교해도 될 정도로 좋아. 어디가 제일 좋은데? 다리 공간도 넓고 TV도 크고 그러잖아. 확실히 좋긴 좋다, 그치, 세구? 고마워. Сыртқы рейстегі ұшаққа қарағанда ішкі рейстегі ұшақ әлдеқайда әдемі екен. Бизнес класспен салыстыруға болады деп Думан мақтап келді. Елге жеткенде жездемнің ұлы інілеріміз күтіп алды. Дәл осылай елге аман есен келген кезде күлімдеп қарсы алып, құшағын жадыра ашатын бауырларың барына шүкір деп қоям. Думан осы бөлесін сағынып келді. Жазда каникулда келген кезде екеуі жақсы ойнаған, жастарында да онша айырмашылық жоқ. Алтайыма сондай ғана екеуі жақсы ойнайды, жақсы тіл табысады. Бөлесін сағынып келіп, бөлеммен ойнайын деп. Тат тұрды сен? Вера, сеге тені, сеге. Жездеміз Думанға бокс үйретіп жатыр. То, сеге. басын көріп жүр. Қорқып тұр, қатты тұр. 아주 세게 해도 돼, 세게 해도 상관없어. 또, 세게. Барс пресс көрсеттің да? 잠깐만 барс 한번 보여주고 барс 하는 거 따라가봐. Ал енді өздеріңіз қараңыздар. Қазақтың жігіті мен кәрістің жігітінің бокс ойнаудағы айырмашылығы. Айтпасам да түсінікті шығар, иә? Балаларды мына жерге жіберіп қойсаң болды екен ғой. Әпкемнің балаларының барлығы жиналып Думанмен мына жерден неше сағат шықпай, бұл күні ойындары қандай ертеңіне інілерім тағалып келіп ойнатып, жәннің рахаты осыларда болды. Қалағандарынша ойнады. 느낌 어때? 어때? 이상해? Ал енді өзімнің туған жерім, туған ауылым сол жерге бара жатырмыз. Қарасаңыздар, қаланың ішінде бірде-бір қар жоқ еді, қалай кірдік, уже тұман басталып жатыр. Әрине жолдан ыстық самса, ыстық шашлик, жолдан жейтін тамақтардың бәрін тамақтанып алып, өзімізбен алатындарды алып, ары қарай жолға аттанамыз деп шештік. Қаладағы көрінбеген нағыз қыс менің өз ауылымда көрініп тұр. Думан шаршап ұйықтап қалды, бірақ мына қысты қаладағы кез келген нағыз қыс көріңіз, біздің ауылға келіңіздер деп айтқым келеді. Әрине ортасында папамызға тоқтап, Құран бағыштап, одан кейін ғана ары қарай демалуға кеттік. Міне, нағыз қыс, нағыз ауыл. Менің ең осында туылған менің сүйікті ауылдарымның бірі, осы жерде туып өскенбіз өзіміз. Қарағады те. Тек қана шетел азаматтар емес, кез келген қазақ қыстың күні нағыз табиғатты көргіңіз келсе, біздің ауылға келіңіздер деп айтамын. Біздің ауылдан атқа мінген қазақтың жігіттерін де көруге болады. Табиғат, не деген тау, не деген табиғат. Аппақ қар, мынаның барлығын сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Видеоға барлығын көрсетудің өзі мүмкін емес. Келіп көру керек. 여기 어때? 응. 진짜? 이게 더 자연인 거 믿겨져? 아니? 아니, 처음 봤지? 그려서 크게 그려서 하는 거야. 아, 진짜? 이쁘지? Думанның айтуынша да, как будто суретші үлкен етіп сурет салып қойған сияқты. Нан шын тау екеніне сену мүмкін емес. Думанның өзі аузы ашылып папасына қайта-қайта айтып келді. 매니에 가볼래? Келе салып Данияр ағасы, менің інім, нағашысы атқа мінгізді. Атқа қалағанша мінгізді. Думан қорқады екен деп ойладым. Атқа мінсе қорқып жылап, түсем, мінбеймін деп айтама дегенім, қайықта бір емес екі атқа мініп шақырып кел демейінше келмей,
атқа мінгенді қызықтай жақсы көреді екен, папасына айтып келді. Мен атқа міндім, бір емес екі атқа міндім, қорыққан жоқпын деп мақтанып келді. Нағашыларына тартқанда деп папасы күліп жатыр. 어때 리은아? Бір ғана ат емес екі атқа мінді. Дәл осы жерде өзіміздің ағамыз да жүр екен. Ағамыз келді, сөйтіп ағамыз қалаған аттарыңды алыңдар, қалаған аттарыңа мініңдер, қалаған баллондарың ойнаңдар деп, міне ағам жаман қорқам. қазір келеді. Сөйтіп Думанды өзінің атына ауыстырып, Думанды мен де кәсетемін деп, Думан ағамыздың атына да мінді. Негізі мына аттан қорқтым, өте асау сияқты көрінді. Думан жылап қала ма, бармай ма деп қорқтым. 리은아 карата. Бірақ сонда да жоқ, батыр екен біздің бала. Үндемей алғаш көрген ағаның алдына да отырып, мініп шауып кетіп бара жатыр ғой. 갔다 와. 리은이 뒤에 있는 형아도 엄마야, 오빠야. Думанға айтып жатырмын, қорықпа, сенің артыңдағы ағадан менің ағам, біздің туысқан ағамыз, қорықпа, уайымдама, бөтен кісі емес деп жібердім. Бірақ ана аттың шауып бара жатқанын көріп жүрегім ұшып кете жаздап отыр. Ойбай, жүгірмеңдер. Менің балам қорқып қалмасын, жүгірмеңдер деп отырмын. Думан мәз мүлде жылаған жоқ, ұнады деп папасына қайта айтып келді. Сен ауылға бір ай жүріп қойсақ, нағыз қазақтың жігіті болады екенсің ғой деп күліп жатырмыз. Құлпынай жүрген жерінде бір нәрсе бүлдірмесе Құлпынай болады ма? Барып, атқа мін деп, негіз қорқтым басында, бірақ мінгеннен кейін ары қарай шауып кеттім. Кезінде ауылда атқа мінгеніміз бар ғой бәрібір. Ұзақ уақыт дегенде мінгеннен кейін ба қорқып қалады екенсің. Бірақ маған алғаш кезде қорыққаныммен шауып кеттім. Таудың бәрін бір айналып келдік. Атқа жолдасыма жіберіп күліп жатырмын, сіздің әйеліңіз, если что, абайлаңыз сіздің әйеліңізден деп. Мен атқа да міне аламын деп. 말 탔던 게 어땠어? 재밌었어? 무서웠어? 안 무서웠어? ауылда талай таныстарымызды көрдік, талай класстарымыздың әке-шешесін көрдік. бірінші екеуі түсіп келсін, потом алам. Ағаларымыз Құлпынай қалаған баллоныңды алып не берді, үлкен рахмет. Біз бүгін өзіммен туған ауылда, туған ауылдың келес ауылында сырғанақ пайда болған екен. Думанға қар көрсетеміз деп, бүкіл отбасымызбен тауға келдік. Күн суық болады деп боран кеніп келген ек, сырғанаққа жаяу шыққанға ма, күн жылында керісінше ыстық, шашым жалбырап, атқа мініп сырғанаққа мініп жүрмін. Сіздің Думан ана жақта жүр. Дәне, 안 힘들어? 괜찮아? Думанның табиғатқа көзі тоймай тұр. Осындай таулар, шын таулар бар екен ғой деп. Кореяда бұндай таулар жоқ. Кореяда таулар кішкентай болады. Тау көп, бірақ кішкентай аласа. Біздің таулар биік деп Думан сөйтіп айтып келді. Дәне, тай тұр. Дәне, тоқы. Думанның ең қатты қызыққаны, ең қатты есінде қалғаны дәл осылай группамен сырғанаққа мінгеніміз. Қайта мінді қойшы. Қандай суға құлағанды айтпай-ақ қояйын. Менің бетіме шашырап кеткен ғой ана су, братала. Шашым, бетім барлық, анау жылқының малағының суы еще. Арасында әрине тамақтанып алдық, обед ішіп. Балалардың барлық қарындары ашып қалған. Тез түскі тамағымызды ішіп алдық. Арасында танып келіп, суретке түсіп жатқан жандардың барлығына мың алғыс. Сәлемдесіп жатқандарыңызға рахмет. Арасында жаурағандардың бәрін ағамыз Мадияр ағам келіп, өзінің көлігіне отырғызып қойды. Жылынып алыңдар деп балалар кезек-кезеңмен. Одан кейін әрине інім Данияр ағасынан қалмай, Данияр ағасы барлық жерге әйтеуір мінгізді, кәсетті, көрсетті, барлығын көрсетуге тырысты. Есінде қалсын бастысы деп суретке де түсірдік, видеоға да түсірдік.
Думанда ерекше сезім болды дейді осы кезде. Сен құшақтасың ба? Мен Данира ғана жоқ. Қол ғана. Папасына келіп айтып жатыр ғой, келесі жолы қыста демалысқа бірге барайықшы дейді. Бірге барып, мыналардың бәрін сіз өз көзіңізбен көріңіз, видеода көре алмайсыз дейді. Мынандай әдемі тауларды сіз видеодан сезе алмайсыз деп папасына айтып күліп жатыр. Менің нағашымда, менің баламды сырғанатып, касетіп, барлығымыз айтып отырмын ғой, отбасымыз, нағашыларымыз бәріміз бірге келіп ойнап жатырмыз. Келесіде бүкіл туысқандарымыз бірге келсе екен деп қалдық, өйткені осылай жазда, қыста туысқандар жиналып демалып тұрған нәтижесі. Суға құлап, ана су құры су емес, жылқының малағының суы. Сонымен ертең мына курткамен қайтуым керек, курткамның иісінің барлығы әдем аромат шығып жатыр. Ертең самолеттің ішінде жарайын деп жатырмыз шамамен. Ауа райы мына жерде енді көріністі айта алмаймын. 아쉬워. 아쉬워? 재밌었는데 아쉬워? 빌려, 이거 빌려, 춤춰. 깨뜩. 오? 아빠한테 보여줄 거야. 오케이. 또. Думаннан бақытты адам жоқ. Дәл осылай ойнап, күліп, таңертең ерте келіп, кешті батырып ауылдан асықпай үйімізге қайтып жатырмыз. Думанда қимаушылық көп болды, бірақ үйге келгеннен кейін талып түсті десем болады. Ұйықтап, ұйқысын аша алмай, ертеңіне әжептәуір ұйықтады. Әбден шаршаған ғой деп күліп жатырмыз ғой. Ұйқысын аша алмай жатыр. Келе салып. Бала деген сол ғой, ойнайтын кезде рахаттанып су тері болып ойнайды. шаршағанын білмей. 이거 저번에 먹었던 그 말우유거든. 맛 좀 봐줄래? 많이 마셔. Думанға қымыздың дәмін тағы көрсетіп отырмын. Реакциясын көріңіздер. 어때? 왜? 맛있는데 응. 더 맛없어진 것 같아. 더 맛없어진 것 같아? 더 먹어봐. 근데 한국 케이크는 뭐라고? 너무 달아. 태연아, 카자흐스탄 여행 어땠어? 재밌었어. 뭐가 가장 재밌었어? 노는 거. 노는 거? 뭐 하고 노는 거 재밌었어? 집에서. 얘들이랑 노는 거? 그래? 다음에 또 놀러 올 거야? 카자흐스탄. 안녕. 안녕. 알았어. Ойлап жатырмыз енді осылай. Думан осы келгеннің өзінде әжептәуір қазақша сөйлеп, балалармен қазақша үйреніп кетті. Жаздық каникулда алып келіп, бір ай алып келем ба деп отырмын. Сол кезде мүлде тіпті қазақша жақсы сөйлейтін болады. Қазақстан қатты ұнады, көңіліміз толып, папамызды сағынып, Кореяға аман-есен жеттік. 우리 아빠시 어디 있을까? 이 왕자님이 나가신다. 우리 아빠님이 어디 계실까? 아빠님 찾아볼까? Папасы, баласын екеуі бір-бірін сағынып қалыпты әйтеуір. Как будто бір жыл барып келгендей. 한 달 갔다 왔냐? күліп жатыр ғой. Мені қарамайсыздар ма деп. 근데 나는 아들만 중요해요? 아들만 중요하셔? Елге аман-есен барып кеп, жолдасымызды аман-есен, жолдасымызбен кездесіп, мақтанып жатырмыз. 내 아빠 보고 싶었어? Келесіде жаздық каникулда сіздерге тағы да күшті қыдырып барған жерлеріміз көрсететін боламыз. Біздің қыстық каникул осындай әдем болып өтті. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Думан Қазақстанды қатты ұнатты, қатты жақсы көріп қалды. Келесі жолы барса да маманың ауылына тағы барам деді, ауылға тағы ертіп барам бұйырса.